Піл мен маймыл. Ну орманды мекендеп, бір-бірмен сыйлас боп қатар жүрген піл мен маймыл бір күні өз бойларындағы артықшылықтарын айтып отырып дауласып қалыпты. Менің бойым таудай, күшім де көп, деп мақтаныпты піл. Ашулансам бар ғой, қандай жуан ағаш болса да тамырымен қопарып тастайым. Ондай қайрат сенде жоқ, дейді піл сөзін жалғастырып. Ал мен иіптімін, ештеңе бөгет бола алмайды, деп таласыпты маймыл. Ағаштан ағашқа ырғып, ну орманның арасымен сырғанап жүре берем. Осылайша піл мен маймыл өз бойларындағы қасиеттерін айтып ұзақ таласыпты. Бірінің айтқанына бір көнбепті. Өздері бір бітімге келе алмапты. Енді бұл туралы өзгенің билігін естігілері келеді. Сөйтіп, екеуі жуан емен діңінің қуысында отырған үкіге барыпты. «О, орманның ақылгөйі», депті піл ұзын тұмсығын жоғары созып тұрып. «Мына маймыл екеуміздің таласымызға өзің төрелік айтшы». «Не жайында таласып жүрсіңдер?» деп сұрапты үкі. Сол кезде жыпылдағы маймыл сөзді іліп әкетеді. «О, біздің ақылгөйіміз, анығын айырып берші, күш қайрат үстем бе, епшілдік үстем бе?» Мұны естіген үкі піл мен маймылдың не үшін таласқандарының сырын түсінеді. Сәл ойланған соң, «Мен сендерді іс үстінде сынап көруім керек. Кесімін содан кейін айтам», депті үкі. «Қалай сынамақсың?» деп піл мен маймыл сұрайды. Үкі екеуіне кезек-кезек қарайды, аздан соң сын шартын түсіндіреді. «Мына өзеннің арғы бетіне өтіңдер. Қалың ағаштың арасында биік өскен бір түп алма ағашы бар. Қазір жемісі олжып пісіп тұр. Екеуің де өзеннен өтіп барып, сол алма ағашының алмасынан алып келіңдер. Мен сол алмаға қарап отырып төрелік айтам», дейді. Піл мен маймыл өзенге қарай беттейді. Келсе өзен арнасына сыймай лықа толып, астан-кестен боп ағып жатыр екен. Өзеннен өте алмайтын болған соң, маймыл мұңайып, қасірет шегеді. Сол кезде, «Кел, менің жотама мініп ал», депті піл. «Мен таудан үлкенмін, күшім де мол. Өзеннің ағысы мені ағызып кете алмайды». Маймыл қуанып, пілдің үстіне шығып алады. Ал піл өзенді қақ жарып, қиналмастан арғы жағаға өте шығады. Содан кейін екеуі үкі айтқан алма ағашын іздеп табады. Қарасы, алма ағашы зәулім биік екен. Жемістің бәрі қол жетпейтін биікке өсіпті. Қанша созса да пілдің тұмсығына бірде-бір алма ілге қоймайды. Өзінің алма ала алмайтынын білген піл қатты налиды. Сол кезде маймыл, «Мұңайма», депті пілді жұбатып. «Қазір мен алма ағашының басына өрмелеп шығамын да, басындағы жемістерді жерге түсірем, сен жинай бер». Маймыл бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаштың басына өрмелеп шығады. Алмаларды үзіп, жерге тастай береді. Ал піл оларды теріп, бір жерге үйіп қояды. Сөйтіп, алмаларды алып болған соң, екеуі кері қайтыпты. Өзенге келген кезде маймыл жиған алмаларды құшағына қысып, тағы да пілдің жотасына мініп алыпты. Піл өзенді қақ жарып, балпаңдай басып, қиындықсыз өте шығады. Екеуі алып келген алмаларын үкіге беріп, оның қандай төрелік айтатынын тосыпты. Сонда үкі, «Маймыл, сен мына ағыны қатты өзеннен қалай өттің?» деп сұрайды. «Мені піл арқасына мінгізіп өткізді», деп маймыл шынын айтады. «Дұрыс, өйткені оның бойы таудай, күші де мағам, өзен ағызып кете алмайды. Ал піл, сен айтшы, биік ағаштың басындағы жеміске бойың қалай жетті?» деп енді пілге сұрақ қояды. «Менің бойым жетпеген соң», депті ол да шынын айтып. Маймыл ағаштың басына өрмелеп шықты, алмаларды үзіп жерге түсірді, мен жинап тұрдым. Үкі, «Міне, ұқтыңдар ма? Күштен де, ептіліктен де үстем нәрсе
бір-біріңе тигізген көмегің. Екеуің бір-біріңе қарайласып, мақсаттарыңа жеттіңдер. Тек қана күштен, немесе жалаң ептіліктен пайда аз. Егер біріңе бірің жәрдемдеспегенде, екеуің де мына алмаларды алып келе алмас едіңдер. Демек, күш пен епшілдік үйлескенде ғана жарасып тұрады. Күшің болмағанмен ебің болмаса, ебің болмағанмен күшің болмаса, бәрі де бос әурешілік. Еңбегің зая кетеді, дейді. Піл мен маймыл дұрыс деп өздерін айтқан үкінің төрелігіне келісіп, айтқан шешіміне разы болыпты. Сонда үкі: піл, сен күшіңе сеніп даурықпа. Маймыл, сен ептімін деп бөспе. Әрқашан бір-біріңе осылай жәрдемдесіп жүріңдер, деп өсиет айтып